Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз келін. Әңгімемізді тыңдамас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Келін, бірінші бөлім. Апасы алғаш рет көрші ауылдағы Еламанның қызын құда түспек ойым бар дегенде Абылай, ой, ана бір қыз ба? Деп жақтырмай, мектепте 2 класс төмен оқыған еді. Несі бар екен? Біреудің алақанына салып әлпештеп отырған қызы. Өй, сенім де біреуді менсінбейді-ау деп апасы бір жұлқынып алды. Қолы сия-сия боп, көпілдеген кең етік киіп жүруші еді ғой. Қол сия-сия болса, содан бері жуған шығар, сол көпілдеген етікпен әлі жүрмеген шығар. Абылайдың апасы өз-өзінен қайтпайтын адам еді. Көп ұзамай Абылай туыс ағасымен бірге көрші ауылға қыз көруге кетті. Баяғыда көріп едім деген адам өзгере береді екен. Қыз бой жетіпті. Бой жеткенде де әдемі ер жетіпті. Абылайдың өзі де айран асыр қалды. Аяғындағы көпілдеген етік жоқ, қасықтай биік қара өкше түфли. Қыз шай құйып сызыла отырды. Қолының сол баяғы сия-сиясы кеткен. Бұрын оның атына да мән бере қоймаған. Аты неткен тамаша еді. Ендігі жерде қызын қыласы қалай, әке-шешесі не дер екен. Әу баста көнген сыңай білдіріп, келе-келе ойланып қарасақ, реті келіңкіремейді екен. Қызымыз жас, басы байлаулы көрінеді. Олай-бұлай деп әңгімені жарастыратын адам жоқ еді. Көрші ауылдан қайтып келе жатырып, қыз қалай екен деді. Мұндағысы келіннің қалай екен деген емес, жақын арада той жоспарлау болатын еді. Абылайдың туысының аты Әлібек еді. Әлдеке жуас кісі еді. Оқыс ойды ұзақ түйіп барып, келін былтырықтың балапанындай сүйкімді екен. Абылай қанша күттірсе де әрі қарай үндемей қойды. Жоға, құдаларымыз не дейді? Жауын жеңеше берер. Біздің міндетіміз келінді көріп қайту ғой деп Әлібек әңгімені Абылайдың шешесі Балымға сілтеді де әрі қарай жүре берді. Бұнымен біздің әңгімеміз біткен жоқ. Екінші бөлімін күтіңіздер.